Қайырлы күн. Бүгін шкатулка жасаймыз. Қараңыздар, полный ванный наборымыз біздің осылай болды. Мінекей белый, золото түсте жасадық, иә. Белый ешқандай қоспасыз, кәдімгі обычный гипстен жасағанмын. Сіздер енді көрсетілмеген бүгін осы дозаторды, жаңағы құмыраны и кішкентай шкатулканы және де тарелканы жасауды бүгін сіздерге көрсететін боламын. Бүгін сіздермен осы қалыптармен жұмыс жасаймыз. Бізге скотчымыз қажет болады, молдтарға гипс, сухой пигмент қажет болады. Мінекей техникамыздың ең бір ерекшелігі. Мінекей шкатулка, құмыра, дозатор, тарелка осыларды жасауды бүгін сіздерге көрсетемін. Және осындай полотенце қажет болады бізге. Ал достар, біз осы шкатулкамызға бүгін құятын боламыз. Скотчпен жақсылап тазалап аласыздар. Жаңағындай қалып кетеді, мысалы гипс қалып кететін болса, кәдімгі влажный салфеткамен қалыптарыңызды жақсылап сүртіп аласыздар. Сонда тап-таза әдемі болады. Жақсылап скотчтың көмегімен тазалап аласыздар қақпағын, барлық жерін. Енді біз керекті гипсімізді құйып алатын боламыз. Бізге 130 грамм гипс қажет және 60 грамм су қажет болады. Бәрін жақсылап араластырып құйып алатын боламыз. Мінекей бізге 60 грамм су қажет болады. Енді жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай жақсылап араластырасыздар. Және де біз сухой пигментімізді қосатын боламыз. Екі шкатулкаға да 130-130-дан кетеді. Екеуінің размері бірдей. Кішкене аласыздар, осылай жасайсыздар. Көп қосудың қажет жоқ. Және таяқшаның көмегімен осылай жай ғана қозғайсыздар. Мінекей. Сосын құя саласыздар, болды. Жаңағындай қозғалтып, сілкіп, жан-жағын шертіп жібересіздер. Полный барлық жеріне тию үшін. Мінекей. Осылай 20-30 минут, даже 40 минутта тұру қажет болады. Енді шкатулкамыздың крышкасы дәл солай жасалады. Керекті гипсімізбен суымызды алып аламыз да, жақсылап араластырып, кішкене сухой пигментті қосып, құя салатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Вот, міне қараңыздар, гипсімізді тағы да жақсылап араластырып аламыз да, кішкене қолдың ұшымен қосатын боламыз. Пигментті қосқан кезде полный гипспен бірге араластырмаңыздар. Тек қана бетіне ғана, кішкене ғана осылай узор салсаңыздар жетеді. Сонда ғана біздің мрамор техникамыз болатын болады. Ал полный араластырсаңыздар, сізде коричневый түсті болып кетеді. Жаңағы гипсіңіздің түсі коричневый болып кетеді. Сол үшін пигментті жай ғана бетінде ғана араластырасыздар. Болды, мінекей. Қараңыздар, почти менше 40 минуттай тұрды. Енді жаймендеп шешіп аламыз. Мінекей. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, міне мрамор техникасы деген бізде осындай әр жерінде көрінеді ол. Енді шкатулкамызды шешіп алайық. Жаңағы шетінде гипстер болса, сындырып алып тастайсыздар. Жаймендеп шешіп аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей көріп тұрсыздар ғой. Мрамор техникасы жалпы осындай әр жерінде бізде осындай өзі узор беретін болады. Кез келген түспе жасауға болады. Пигменттердің неше түрлі түстері бар бізде. Көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей, мынау крышкасын мынандай жерін наждакпен тегістейсіздер, пышақпен тегістейсіздер. Сонда жақсы жабылатын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бізде шкатулка жаңағы астында пышақпен, наждакпен тегістейсіздер. Сау болыңыздар.